екі нәрсе келеді дейді. Барлығы қашқан кезде дейді. Қиямет күні екі нәрсе келеді дейді пайғамбарымыз дейді саллаллаху алейхи вассалам. Біріншісі Құран дейді, екіншісі оразаң дейді. Екеуі де саған тозақтан күнәң кешіріліп кеткенге дейін шапағатшы болып тұрады дейді. Я Алла, мынау адамдар ұйықтап жатқан кезде оққан мен деп айтады дейді Құран. Менің құрметім, я Алла, бұны кешірші. Сөйтті. Ораза айтады дейді. Адамдар жаңағыдай ауыздары ашық жүрген кезде бұл мен ұстаған деп айтады екен да. Адамдар тамақ жеп жүргенде бұл тамақтан тыйылған, күнәдан тыйылған. Мен үшін екеуі қалқан болады дейді. Қиямет күні қасына келеді дейді. Үшінші қалқан бар, ол ең ұлы қалқан, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шапағаты. Сенен оның үмметімін деп келіп тұрғаннан кейін оған түскен кітаптан бір аят оқымай келген болсаң, онда ұят. Пайғамбардың бетіне қарау қалай қарайсың пайғамбардың бетіне? Ол сен үшін тұрып берейін деп жатыр ана жақта. Сен үшін тұру үшін сен ол кісіге бірдеңе өткізген болуың керексің ғой. Дұрыс па? Дүниеде де сондай ғой. Біреу сен үшін тұрып бергендік үшін оған да сен беретінді бересің ғой. Бостан бос ештеңе жоқ. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол жерде келеді. Құран оқымаған болсаң да үмметім деп келеді да. Бірақ одан кейін сен шапағат етіп алғаннан кейін де қарайтын бет керек пайғамбарға. Сол үшін Құранды оқу керек.